Армысыздар. Мен Мұханова Асима Хамитовна, қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі. Бүгінгі педагогикалық іс тәжірибемнің тақырыбы жаңа әдіс-тәсілдер мен платформалар оқытудағы заманауи үрдіс. Адам баласы ұрпағымен мың жасайды. Кез келген мемлекеттің өсіп-өнуі өркениетті елдер қатарынан табылуы бүгінгі білімді ұрпақтың қолында. 21 ғасыр барлық салаға жаңашылдық енді. Білім беру саласында жаңаша үрдіске бет бұрды. Осыған байланысты алдымызға кез келген әрбір оқушыға заман талабына сай білім беріп, оларды өмірдің кез келген жағдайына бәсекеге қабілетті етіп тәрбиелеу сіз бен біздің қолымызда. Оған қалай қол жеткізуге болады? Әрине, ол тек пәнге деген қызығушылығымызды арттыра отырып қол жеткіземіз. Цифрлық қоғамда жаһандық үрдіске айналған білім беру платформалары мен жаңа әдістері оқушылардың пәнге қызығушылығын арттырып қана қоймай, олардың шығармашылық қабілеті, ойлау жүйесін дамытады. Ендеше сіздермен өз тәжірибемнен білім берудегі жаңашыл әдіс-тәсіл мен платформалармен бөліскім келеді. Мақсаты оқушылардың пәнге деген қызығушылығы заманауи платформалар арқылы арттыра отырып, олардың шығармашылық ойлау жүйесін дамыту, өмірдің кез келген жағдайында белсенді және кез келген уақытта бәсекеге қабілетті шәкірт тәрбиелеу. Осыған байланысты мынандай міндеттерді шешу көзделді. Білім беру жүйесіндегі заманауи платформаларды практикалық тұрғыда қолдана отырып, зерттеу, білім беру платформаларының ұстаз үшін және оқушы үшін тиімділігін көрсету. Жаңа әдіс-тәсілдер мен платформалардың атауы: Word-all, Learning Apps, Padlet, Кинолента, Mindmap ментальды картасы, Flash программасы, Киномастер, киномонтаж жасау бұл мұғалімге үлкен көмек береді. Word-all, Learning Apps, Padlet платформаларының тиімділігі өте жоғары. Үйде оқушылар үй тапсырмасын жүктей алса, ал мұғалімдер аяқталған тапсырманы ноутбуктарынан немесе ұялы телефондарынан көре алады. Сонымен қатар, ерекше білімді қажет ететін балалардың да белсенділігі артып, сабақта барлық тапсырманы толық орындауға талпынысы күшейеді. Өзге ұлт балаларына қазақ тілін оқыту барысында 3-ші сынып оқулығында жанды табиғат бөлімін оқыту барысында төмендегідей жұмыс жүргізуге болады. Сөйлеуді қыздыруға жаттықтыру, менен сұра деп аталады. Мұғалім балалармен сабақтың алғашқы 2-3 минутында тақырыптар бойынша оқушыларға көшіп оқу техникасын жүргізе отырып, оқушылардың мәтінді қаншалықты түсінгеніне қарай оларға сабақты құрастыруды үйретеді және оларды қарым-қатынасқа дайындайды. Біртіндеп тақырыптар күрделене түсуі мүмкін. Сөйтіп, оқушылардың айтылым дағдысы қалыптастырамыз. Жануардың төлін тап викторинасын ұйымдастыруға болады. Командалар бір-біріне станциядан өтіп, сұрақтар жауап беретін оқушылармен сыныпта үлкен ойын өткізу қызықты. Ондай қызықты ойын кезінде балаңызды қалай жақсы көресіз деген сұрақтармен ата-аналарды да сабағымызға қатыстыра аламыз. 7-8 сынып оқушылармен дәл осындай бірлескен жұмыста миға шабуыл нәтижесінде қызықты графикалық органайзерлер, схемалар мен кинолента, шығарманы талдау, балалар жобаларын тыңдау, белсенділігі жоғары оқушылардың өз позициясын дәлелдей білу маңызды. Ең бастысы белгілі бір критерийлер бойынша өз қызметін бағалау. Жоғары сынып оқушылары арасында Mindmap ментальды картасы, яғни оқушыларға ерекше форматта схема картасын жасау ұсынылады. Одан кейін басқа бағдарламалар арқылы виртуалды жобалар жасай аласың ба деген тапсырма ұсынамыз. Қазақ тілі мен әдебиет сабағында заманауи инновациялық технологиялар мен әдістер толық ықпал етеді. Келесі тоқталатын жұмысым Flash программасында жасалған, лицензияланған, қорғалмаған электронды оқулық. Бұл оқулық оқушылармен қосымша жұмыс жүргізуге, тақырыпқа сай, сабақта пайдалануға болатын көмекші құрал. Ұлт ұстазы Ыбырай Алтынсариннің еңбектеріне арналған. Келесі әрбір ұстазға көмек көрсететін Киномастер, киномонтаж программасында хромакеймен бейне сабақтар мен бейне конкурстарға бейне слайд жасау. Қорытындылай келе, оқушылардың цифрлық технологияларды шебер пайдалану арқылы олардың шығармашылық қабілеттері ашылып, өз білімдерін өздігінен құрастыру қабілеті дамиды. Экранда көріп отырғандай, Касьянов Николай мен Табаков Адилдің 3D Warehouse платформасында жасаған қазақтың ұлттық бұйымдары шығармашылық жұмыстарын болып табылады. Оқушыларым мемлекеттік тілге 7 қадам, тіл шамшырақтары,
қазақша сөздік сынып, қазақ ертегілігінен көмекші жасау, абай олимпиадасы, сөз маржан, ғафу қайырбеков өлеңдерін жатқа оқу сайыстарының жүлдегерлері. Бұл жұмыстар балалардың қазақ тілін үйренуіне және қазақ тіліне деген құрметпен қарауына әсер етеді, сондай-ақ шығармашылыққа баулайды. Мобильді оқыту ортасы және оны сабақта пайдалану білім беру үдерісінің интерактивтілігі мен бақылауын қамтамасыз ету үшін кең таралуда.